жүзіме арайлы сенен шашқан нұр деймін. Көктемгі ақ гүл деймін, ақ гүл деймін. Жалғыз сені дайма бақыт елесі ойлап жүремін. Кірпігіме жас толып көп күрсінемін. Сені сүйемін, тағдыр жаса көнемін. Жүрегімде жырлап өтемін. Сыр айтпайтын адам ешкімге, ашылдым бір өзіңе. Күмәнім жоқ сөзіңе. Жарығым болып жарқырай бер, арманның ай көгінде. Жүректегі сенімде, көңілімде. Арманымның ай көгінде. Жалғыз сені алдаймын бақыт елесі. Ойлап жүремін, кірпігіме жас толып көп күрсінемін. Сені сүйемін, жалғыз сені алдаймын бақыт елесі. Ойлап жүремін, кірпігіме жас толып көп күрсінемін. Сені сүйемін, тағдыр жаса көнемін. Жүрегімде жырлап өтемін. Жалғыз сені алдаймын бақыт елесі. Ойлап жүремін, кірпігіме жас толып көп күрсінемін. Сені сүйемін, жалғыз сені ойлаймын бақыт елесі. Ойлап жүремін, кірпігіме жас толып көп күрсінемін. Сені сүйемін, тағдыр жаса көнемін. Жүрегімде жырлап өтемін. Ақ сезім бүркеп жатыр мені. Алтынай Жорабаева, Джейбен, Жолбарыс Сейфуллин. Бұл ән жалпы ұшақтың бортына мінген кезде бірден әсіресе шетелден келе жатасың ғой. Өзіміздің ұлттық компаниямыздың бортына мінген кезде бірден ауылға келгендей боласың ғой. Сол уақытта. Көп рахмет осындай. Бұл әндің тарихы жалпы арнайы Айша Байбосынова деген қарындасымыз ортамызда отыр. Bir шапалақ ұрып қойыңыздар. Браво! Айшаға арнайы жазылған, конкурсқа жазылған ән болған. Бірақ Арман, сен композиторсың ғой. Каждый композитор әншіге ән жазғанда кішкене болса да ғашық болу керек әншіге. Бүкіл сырды айттыңыз ғой мына жерде. Кішкентай болса да мен Айшаға ғашық болып, осы әнді өмірге алып келдім. Соның арқасында осы ән өмірге келді. Енді сіздің әніңізді орындап шығамын деп, болмаса сізбен бірге бір сахнада өнер көрсетем деген үш ұйықтасам түсінде болған жоқ, әрине. Мен үлкен осындай бақыттың үстінде тұрмын, бақыттымын. Бәрекелді. Келесі сауалды рұқсат етсеңіздер Айша қарындасымызға қояйық. Айша, сол кезең туралы есте қалған әдемі жаңағы қандай фестиваль, қандай байқау, не байқау? Бұл ән 2000 жыл жазылды. 2000 жыл жазылды. Жас қанат байқауына. Негізі екі ән жазған Сейфуллин ағам. Сенсің жаның деп аталады, және осы ақ сезім.
Сосын жаңағы Александр Пономарев білесіздер ғой, Азиз дауысының режиссері, екінші ән таңдап алды. Сондықтан да бұл ән конкурс емес, менің әрі қарай репертуарымдағы ән болып қалды. Және де осы әнге, осы ән менің атын шығарған осы ән деп айта аламын. Паспортым. Паспортым. Менің хит әнім ғой осы. Менің айтайын дегенім, бұның қателеспесем инструменталдықта нұсқасы бар, иә? Бұл әннің. Асылбек Еңсеп орындады. Айшадан кейін орындады бірақ. Айша бірінші айтып шықты да, ол осы музыкаға ғашық болды да, Сейфуллин аға, мен осыны инструментал қылып шығарсам қалай болады деді, бірақ Айшамен ақылдастық. Алдарыңызда өнер көрсеткен Алтынай Жорабаева, Джей Бен. Көп рахмет.